екен жалпы қиыншылықтан құтылу жолы, сол қиыншылықтан қалай жеңсем болады деп осындай мәселе көтерсеңіз деп сұрақ келіпті маған. Және осы сұхбатымызды сақтап қоюға тырысам. Бір техникалық ақаулықтар болмаса, жалпы сақтауға тырысам, Құдай қаласа. Сұрақтарыңызды осы эфирден кейін де жалпы сақталғаннан кейін де жаза берсеңіздер болады. Соған қарай мен барынша сол көпшілігіңіз көтерген сұраққа қарай мүмкін соны келесі сұхбаттарымда өтетін шығармын, Құдай қаласа. Енді бүгінгі сұхбатымыз жалпы қиыншылық деген не нәрсе ол, және қиыншылықтан шығу жолдары қалай болады деген тақырыпта болады. Құрметті жастар, бауырлар, жалпы қиыншылық деген нәрсе, біздің тілмен айтқан кезде проблема дейміз. Ол проблема деген нәрсе жаман нәрсе емес. Проблемалардың ең қиыншылығын патолог дейміз ғой, соны пайғамбарлар көріп қойған. Бүткіл пайғамбарлар Алланың ең сүйікті, таңдаулы, жақсы көретін пенделері. Сол бүткіл пайғамбарлардың ішінде мына бесеуі ерекше қиыншылық көп көрген. Ол Нух пайғамбар, ол Ибрахим пайғамбар, ол Муса алейхиссалам, ол Иса алейхиссалам, ол Мұхаммед алейхиссалам. Хамсал азм деп айтылады. Осы бесеуі өте ерекше қиыншылық көрген. Мына бесеудің ішінде біреу ерекше қиыншылық көп көрген, ол Мұхаммед алейхиссалам. Енді пайғамбарлар қиыншылық көруі, демек ол Алла Тағала өзінің ең сүйікті көретін адамдардың ішінде таңдалынған пайғамбарларын, ондай егер қиыншылық деген жаман нәрсе болып есептелінсе, біз ойлағандай. Ғалымдар айтқан, Алла Тағала пайғамбарлар үйтіп қиыншылыққа салынбайтын еді дейді. Бәлкім сол қиыншылық деген нәрсе сізді оятады. Қазір соның шығу жолдарын кішкене айтатын болам төменде. Қиыншылық бұл адамды оятады. Кейде сол қиыншылық болмаған кезде біз жан-жағымызға қарай алмаймыз, ескермейміз, мән бермейміз. Сол себепті бұл қиыншылық деген нәрсе бұл жаза емес. Құдай мен жазалап жатыр ма, неге басым қиыншылықтан арылмай қалды деп ондай қатты жаман ойға кетпеу керек. Ешқашан Алланың тағдырынан налынбаңыз. Керісінше Алла Тағала сізді сол қиыншылық арқылы оятайын деп жатыр. Сол үшін қиыншылық бұл жаза емес. Қиыншылық деген мәселе сіздің болашаққа сізді жігерлендіретін бір құрал деп қабылдаңыз. Құрал. Ол үшін не істеу керек енді? Ол үшін мынандай нәрсе жасау керек екен. Жалпы күнімізді бөліп алу керек дейді мамандар. Таңертең ойлану керек екен. Жалпы ойланатын негізгі уақыт, оны тафаккур деп айтылады. Пікір қылып, сол болып жатқан жағдайды былай анализ жасайтын уақыт, ол таңғы уақыт. Таңғы уақытта берекет бар. Таңғы уақыт адам организмді түнімен демалғаннан кейін таңертең сол болатқан қиыншылығыңыз жайында кішкене бір ойлансаңыз, Алла Тағала сізге керемет соны шығатын жолдарды үйретеді сізге. Сөйтіп, екінші істейтін амалымыз енді күні бойы сол ойланған амалдарымызды іске асыруға Аллаға тәуекел етіп қадамдар жасау керек. Өйткені қазақ айтады, қыбырлаған қыр асады дейді. Сіз қадам жасамайынша сізді ешкім жерден қозғай алмайды. Сол үшін ол қозғалу қадам сізден болу керек. Сол қиыншылықтың арқасында сіз алға қарай ұмтылу керек енді. Күні бойы сол таңертең ойлаған ойыңызды іске асыру үшін енді күндіз соны іске асыруға қозғалу керек. Сөйтіп кеш батқан кезде, кешке адам шүкірлік ету керек дейді. Аллаға шүкір, тәуба, Алла, осы қиыншылығыма саған шүкір етемін. Алла Тағала мені жаратқаныңа рахмет деп Аллаға шүкірлік айтсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, онда Алла субхана ва тағала сіздің қиыншылығыңызға сауап береді дейді. Сауап береді деп айтқан, яғни пенде Алладан көмек сұрауы сауап болады. Аллаға тәуекел етіп, соның жолын Алладан іздеп сұрау сауап болады. Міне осындай 3 қадам жасалыну керек екен. Және одан қосымша тағы мынандай қадамдар жасалу керек екен. Сол қиыншылықты көріп тұрсыз ба? Енді алға қарап жылжуға жаңағыдай таңертең ойланғандағыдай мақсаттарыңызды қойып алу керек. Мен мына қадамды мына жерге шейін жасаймын, одан кейін мынандай жасаймын деген сияқты. Ал артыңызға қарап
шүкір ету керек. Құдайға шүкір әйтеуір бұл күнге де жеттім ғой. Енді әрине бұл қиыншылық деген нәрсе жаман нәрсе емес қой. Алла тағала өзін сүйген пендесіне қиыншылық береді деп пайғамбар алейхиссалам айтты ғой деп, артыңызға бір қарап, сол қиыншылық сәттеріңізді Аллаға шүкірлік айтыңыз. Жоғарыға қарап, жоғары деп тұрғанымыз, сол өзіңіздің қиыншылығыңыздан шығып кеткен, сол салада кетіп бара жатқан кісілер бар. Соларға қарап, Құдай қаласа мен де сол кісілер сияқты сол қиыншылықтан шығамын деп өте үлкен үміт ету керек. Өйткені Құран кәрімде Алла тағала қандай қиыншылыққа тап болсаңдар да ешқашан Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер дейді. Алдына қарап ұмтыламыз, артымызға қарап шүкір етеміз, өзімізден жоғарыда кетіп бара жатқандарға қарап талпынамыз, жанымызға қарап, оң жақ, сол жақ, жалпы жанымызға қарап мейірім жолын ұстанамыз. Мейірім деп айтқан, сіз сол қиыншылығыңызды ешкімге білдірмеңіз. Жаныңыздағы достарыңыз, бала шағаңыз, оларға мейіріммен мәміле жасай беріңіз. Өйткені қиыншылықты олар алмас қой сізге алып келген. Ол қиыншылықты жаңа айтқандай, ол тағдыр. Өзіңіздің бір қателігіңізбен Алла тағала сізді сол қателіктен шығару үшін кейде қиыншылыққа салып қояды. Немесе сол бара жатқан жолыңызды және ары қарай дамығыңыз келеді. Сіз Алладан сұрап жатсыз. Алла тағала сол қиыншылық арқылы сізді шыңдап, дайындап, алға қарап керемет деңгейге ұмтылу үшін осындай қиыншылық жағдайға түсіреді деген мамандар. Сол себепті құрметті жастар, жаңа жоғарымыз айтқандай, бұл қиыншылық деген нәрсе жалпы бұл өмір заңдылығы. Бұл өмірде қиыншылық жоқ, адамның өзі жоқ. Тіпті патшалардың өзіне жараса қиыншылық сынақтары бар. Кез келген адам жұмыр басты пенденің оның басында қиыншылығы бар. Енді бұл жерде біз ескеретін және бір нәрсе, сол қиыншылықта, сынақта жүрген адамдарды, мысалға сіздің басыңызда қиыншылық жоқ, қиыншылықта жүрген адамдарды әңгіме қылуға болмайды. Ой, пәленше сондай проблемаға түсіп қалыпты деп, отырған отырыста ондай әңгіме құрып, біреудің басындағы қиыншылықты әңгіме қылмаңдар деген. Сіз соны сөз қылсаңыз, Алла тағала сізге сол біреудің басындағы қиыншылықты егер қаласа сізге әкеп береді соны деген. Ол қиыншылыққа сіздің енді өтуіңіз кішкене қиындау болады дейді. Неге? Өйткені Алла тағала Құран кәрімде «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха». Шамаларын келмейтін қиыншылықты Алла тағала айтады, ешкімге мен бермеймін дейді. Демек, сіздің басыңызда бір қиыншылық бар ма? Біліңіз, сіздің оған шамаңыз келеді. Алла Құранда уәде етті ма? Демек, уәдесінде тұрады, сіз шамаңыз келмейтін сынақты ешкімге Алла бермейтіндігін ескертіп жатыр. Бірақ өзгенің сынағын біз отырып алып, соны әңгіме айтсақ, онда сондай қауіп бар, Алла сақтасын, біреудің басындағы сынақ сізге де кеп қалуы мүмкін дейді. Міне бүгінгі жалпы мәселе осы жайында болады. Осыған қатысты сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Жалпы қиыншылық туралы кейінгі кіріп жатқан кісілерге ескерте кетейін. Тақырыбымыз жалпы қиыншылық деген нәрсе не ол? Және қиыншылықтан шығу жолдарын айттық. Қиыншылық дегеніміз ол жаза емес. Алла тағала сіз жазалап жатқан жоқ. Бәлкім қиыншылық деген сіз өмірдегі өзіңіздің ұстанған салаңызда және даму үшін, және армен қарай үлкен шыңдарға жету үшін Алла тағала сізді кейде сондай қиыншылықпен қамшылайды. Сіз солай қабылдаңыз. Кез келген адамдар үлкен дәрежеге, жетістікке жетеді қиыншылық жолдар арқылы өту арқылы. Ешқандай әлемде ондай адам жоқ, ешқандай қиыншылықсыз сондай керемет үлгі болатындай әлемде, тарихта жалпы ондай адам болғанда емес, болмайды да. Кез келген тұлғалар, кез келген артында із қалдырған кісілерді қарайтын болсаңыздар, өмір тарихын, қазір тірі жүргені бар, өмірден өтіп кеткендері бар. Баршасы сондай қиыншылықтың арқасында шыңдалып, әптен өзін қайрап, сол салада. Содан соң сондай жетістікке жеткендерін айтып отырады. Міне сол себепті сіздің заманыңыз келді, құрметті жастар. Демек, қиыншылық деген нәрсе ол сізді сол қозғаушы және оятушы мәселе деп қабылдаңыз. Оны шығу жолдарын айттық жаңелді. Күніңізді үшке бөліп аласыз. Таңертең ойлану керек, күндіз амал жасау керек, кешке Аллаға шүкір айту керек. Алдыңызға үмітпен мақсат қою керек, артыңызға Аллаға шүкір айтасыз. Жоғарыда сол салада кетіп бара жатқан адамдарға ұмтыласыз.
жан жағыңызға мейірім көзбен қарайсыз. Жаңында адамдардың бәріне керемет деңгейде сіздің басыңызда ешқандай қиыншылық жоқ адам секілді осылай күліп қарсы алу керек қиыншылық деген нәрсені. Өйткені ол қиыншылықтың артында жақсылық тұр. Міне құрметті жастар, осыған қатысты сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Не айтты, жартысын көре алмай қалдым. Мен Аллаға сұрма эфирді сақтайтын болам. Алла берсе қарайтын боласыздар. Уалейкум ассалам рахматулла. Ағам есірткіге салынып, неше жылдан қоймай жүр. Әке анасын қораға тықты дейді. Енді есірткі деген нәрсе, құрметті жастар, бұл сіздің өміріңізді бұзатын өте үлкен сондай жау, құрал. Бұл есірткі деген нәрсе тұқым қуалайтын, қанға өтіп кететін өте сондай опасыздық және денсаулық аманатына қиянат жасайтын өте сондай бір ықылас нәрсе. Сол үшін бүгінгі тақырыбымызда сол кісілерге қатысты қиыншылыққа сынып қалуға болмайды. Қателеспейтін адам жоқ, жаңылыспайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Солай сүрініп, сондай бір жаман жолға түсіп кеткен жігіттерге де айтарымыз, әлде де үміт үзбеңіз. Сол ортадан кету керек. Өйткені қазақ айтады, сынықтан басқасын бәрі жұғады. Ескі тартатын, шегетін ортадан мүлдем кетіп қалу керек. Олармен ешқандай араласуға болмайды. Өйткені сіздің осындай бір керемет дүние әлемін сыйлаған Алла Тағаланың нығметіне сіз бұны бағаламаған болып есептелінесіз. Ғалымдар айтады, өмірге әрбір шыр етіп келген бала, сәби, жалпы адам баласы, мұның баршасы таңдаулы адамдар дейді. Таңдаулы. Өйткені осы өмірде қазір кім бар, біліңіз, оның ішінде сіз де барсыз, жаңағы есігі тартып тұрған бауырымызда. Алла жеңілдік хидаятын берсін, шифасын берсін. Сіз де таңдалынған Алланың сүйікті пендесісіз. Алла Тағала сол сүйікті пенделерін ғана сонша адамдардың ішінен таңдап алды. Неге? Өйткені әкелік ұрық шыққан кезде мыңдаған ұрық болады дейді. Соның ішінде біреуі аналық ұрықпен жатырға өтеді, қалған ұрықтар жолда қалады дейді. Демек, сонша адамдардың ішінен сіз таңдады Алла Тағала осы өмірге келуге. Демек, оның қадіріне жетіп, адамдық миссиямызды орындауға ұмтылу керек. Ал жаңағыдай нашоқорлық деген нәрсе біліңіз, сіздің өміріңізді құртады және ерте оған жауап бересіз. Сол үшін әлде де кеш емес, Алла тәубаны қабыл етуші, ондай ортадан кету керек. Эфирді сақтап қоюға тырысам. Қазір бізде не жақта интернеттік ақаулықтар болып қалмаса, егер сақтап қоюға тырысамын. Одан кейінгі мәселе, қыз бен жігіттің арасындағы танысу жүру жайлы айтып кетсеңіз. Бұл жайында мен өткенде өздеріңіз білесіздер, естімегендерге айта кетейін, жастарға Жан ұясы деген кітабымның тұсаукесері болды онлайн форматында. Жалпы мен осы парақшамда сол Жан ұясы атты сол парақшамның жарнамасы ретінде қойылған. Ол жерде мен жанымда көмекшілерінің телефон номерлер жазылған, соны хабарласып, ол кітапты қалай алу керек, қай жерден алу керек, бәрі толық ақпаратты алатын боласыздар. Дәл сол кітаптың бірінші бөлімі, міне жастарға арналған бөлім, бірнеше беттен тұрады. Жігіт қызбен қалай танысу керек, танысқанда қандай мәселені көтеру керек, қандай мәселеге мән беру керек. Қыз балаға да дәл сондай жігіт пен қыз деп жеке-жеке мәселеде сол кітапта келтірген болатынбыз. Алла берсе сол кітапты қолдарыңызға тиетін болады. Соған әлде сол кітапқа тапсырыс беру науқаны жүріп жатыр. Алла берсе сол кітаптан барынша сол жауабын алатын боласыз, Құдай қаласа. Дәл қазір қиыншылық көріп отырмын. Өзім аяғым ауыр, бірақ маған мені түсінетін адам жоқ. Күйеуім сенімін ақыры ажырасып тынам деп айтты. Ер ұрысқанда осындай сөз айтады, не істесем болады? Енді айтарымыз қара көзімізге, Алла жеңілдік берсін. Сіз қазір балаңызды көбірек ойлаңыз. Өйткені бұл ашу, ренжу, ұрысу деген нәрсенің бәрін біліңіз, ол балаға әсер етеді. Сіздің көңіл күйіңіздің баршасы баланың денсаулығына әсер етеді.
болашақта салауатты, дені сау, санасы сау ұрпақты қалаймыз баршамыз. Соны сізге де тілейміз. Сол үшін айтарымыз, сол баланы көбірек ойлаңыз. Қазір күйеуіңіздің араңыздағы мәселені қатты көтермей қойыңыз. Барынша оны өзіңізден өткізіп жіберіңіз, көңіліңізге алмаңыз. Жаңағы бүгінгі дәрісіміз нағыз сізге де арналады. Сіз алдыңыздағы үлкен мақсатқа қарап ұмтылуға ниет етіңіз. Үмітсіз шайтан, артыңызға қарап шүкір етіңіз. Аллаға шүкір, міне аяғым ауыр болды. Қаншама әйел кісілер осындай бала сәбиін нығметті көре алмай жатыр деп шүкір етіңіз Аллаға. Жоғарға қарап ұмтылыңыз. Сондай бала өсіріп, тәрбиелеп, қоғамда аяулы ана болған кісілерге қарап армандаңыз. Және жан-жағыңызға мейірімдік жолды ұстаныңыз. Сол кезде сіз жеңесіз. Қазақ айтады ғой, ақымақпен ақымақ болмаңыз. Өйткені ол мүмкін сіз айтқандай күйеуіңіз баланы мүмкін ойлап жатқан жоқ. Сосын ер азаматтарға да айтарымыз дәл осы сұраққа қатысты. Әйеліңізді жалпы аялаңыздар. Әсіресе аяғы ауыр кезде өте ықтият болу керек. Әйел кісінің ренжіп, көңіл күйі бұзылып, ашушаң, болмайтын нәрсеге дауыс көтеріп, сондай мінезінің құбылуы, біліңіздер, балаға әсер етеді. Кішкене сабыр етіңіздер. Бала аман есен өмірге келу керек. Бала өмірге келгеннен кейін де, баланы емізіп жүрген кездерде әйел адамды барынша көңілді жүруіне ер азаматтар жағдай жасау керек. Кім үшін? Алла үшін және балаңыз үшін. Өйткені ол бала сол анасының құрсағында жатқан кезде кіндік арқылы анасын алады бүткіл нығметті. Өмірге келгеннен кейін де анасының сүті арқылы ол балаға өтеді. Сол үшін алып анадан туылады дейді. Соны ер азаматтар барынша осын түсінуге тырысыңыздар. Және әйел кісілерді, егер күйеуіңіз түсінбеген жағдайда да, тіпті сіз көбірек балаңызды ойлаңыз. Құдай қаласа бәрі өткінші, Алладан басқасын бәрі өзгереді. Ол қиыншылықтың бәрі артыңызда қалады. Болашақта сол балаңыз есейіп, Құдай қаласа өте үлкен көп бақытқа кенелетін боласыз. Одан кейінгі сұрағымыз, арақты қалай қойдыруға болады? Енді арақ деген мәселе бұл өте ықылас нәрсе. Бұл Пайғамбар хадисінде айтқан, ана баланы қалай өмірге алып келген секілді, арақ та күнәні өмірге алып келеді. Демек, адам баласының анасы әйел кісі болса, күнәнің анасы арақ деп тұр хадисте. Сол арақ деген нәрсені, оны қалай қойдыруға келетін болсақ, бірінші жаңа айтқан, егер жігіттің ата-анасы тірі болса, ата-анасы көбірек жұмыс жасау керек. Егер ата-анасы өмірде болмайтын болса, оны ағалары мен туыстары арқылы, достары арқылы сол ортадан алып кету керек сол адамдарды. Өйткені орта оны бұзып тұр біріншіден. Дәл сол өз сияқты ішімдікке, маскүнемдікке салынып кеткен ортадан алып кетпейінше, оған ешқандай сөз әсер етпейді. Өйткені сол орта оны әрдайым сол жаманшылыққа шақырып отыратын болады. Екінші қадам, яғни бірінші қадам ортадан алып кеткеннен кейін, екінші қадам жаңағы маскүнемдіктен кеткен сол бауырыңызды немесе күйеуіңізді сол туыстар арқылы жақсы жақты көрсету керек. Әлемге алып шығыңыз. Осылай умра қажылыққа алып келіңіз. Кағбаны көрсін, Пайғамбар алейхиссаламның мешітіне келсін. Мына жақтың аурасы мүлдем бөлек, Меккенің аурасы мүлдем бөлек. Бұл қасиетті көзімізге көрінбейтін, бірақ руханият әлемі мына жақта. Аллаға шүкір, қаншама кісілердің куәсі болдық. Сол балалары елден сол әкесін салып жібереді. Аллаға шүкір, мына жақта намазын бастап, тәубасына келіп, елге намазхан болып, жүздері нұрланып кетіп жатқан қаншама ағаларымызды көзіміз көрді. Сол себепті осындай амалдар жасау керек. Бірақ отырып алып, тек қана уайым, қайғы көмектеспейді. Адам арақты тастауы қиын болады. Міне осы екі қадам жасаңыздар. Біріншісі оны арақ ішетін ортадан алып кету керек. Екіншісі, міне алаш требілдамыз. Біздің алашқа сал жіберіңіздер иншалла. Біз себебін жасаймыз, қолымыздан келгенше. Бізде күніге дәріс мына жерде. Күнделік 2 мезгіл дәріс болады. Кағбаны көріп, жүректері ашылған сол қажыларымыз, Аллаға шүкір, күнделікті сол дәрістен
соны шыңдалып амалға асырып қаншама кісілер Аллаға шүкір кейін артынан алғысын айтып жатқанын куәгер болып жатырмыз. Міне жан ұясы деген біздің жаңағы парақшамыздың номерін жазып жатыр мына жерде. Осы номерге хабарлассаңыздар болады. WhatsApp номері 800-838-3801. Міне жан ұясы деген парақша ашылған болатын. Осы парақшаға WhatsApp арқылы хабарлассаңыздар, менің көмекшілерім жаңа кітапты қайдан алу керек, және қалай алу керек, бәрін сіздерге ақпарат беретін болады. Одан кейінгі сұрағымыз, 19 жыл көрмеген әкеме барсам қалай болады? Бірақ ол кісі маған бірде-бір рет келмеген деп осындай сұрақ қойды. Аты жөн жазылмапты. Енді ұл бала ма, қыз бала болса да айтарымыз, сіз әкеңіз сізге келмеген болса да сіз барыңыз. Өйткені сіздің перзенттік міндетіңіз бар. Әркім Құдайдың алдына барғанда өзі жауап береді, бірақ сіз әкеңізді іздеңіз. Өйткені болашақта мүмкін сіз ойлағанында бұл тағдыр басқаша болуы мүмкін. Оған көзіңіз жеткізесіз. Кейде сол әкелердің бала шағасын іздемеуге де өте үлкен бір себептер болады. Түрлі себептер. Сол үшін қазақ айтады, өткенге салауат дейді. Өткенді қозғамаңыз, өткенді. Болашақ қарап ұмтылыңыз. Ол ақырет мәңгі өткені, сол әкеңізді іздеу арқылы біліңіз. Сіз өмірде және көбірек қадам жасауыңызға, мәртебеңіз биік болуға, ризық несібеңіз мол болуға, өмір жасыңыз ұзақ болуға сол себепкер болады. Бұны Пайғамбар хадисінде айтқан. Кім өмірдің ұзақ болуын қаласа, ризық несібесінің мол болғанын қаласа, ағайын туыспен қарым қатынасты күшейтіңдер деген. Ал ағайын туыстың ең қадірлісі ол ата-анамыз біздің. Әкеміз ол анамыз. Ешкім әкенің орнына әке бола алмайды, ананың орнына ешкім ана бола алмайды. Одан кейін барып ағайын туыстар тұрады, осы екеуінен кейін. Сол үшін жаңа айтылғандай, әкеңізді іздеп, онымен қарым қатынас жақсарту, бұл перзенттік әрбір балаға міндет болып есептелінеді. Одан кейінгі сұрағымыз, кітапты қалай аламыз деп жазып жатыр. Мен жаңа жоғарыда айтып кеттім. Жан ұясы деп жазсаңыздар, жалпы Instagram парақша ашылған, арнайы жан ұясы деген. Соған тіркеліңіздер, сол жерде номерлер бар. Бізде көмекшілерімізді сомен хабарлассаңыздар, кітап туралы толық мағлұмат беретін болады. Одан кейінгі мәселе, сұрағымыз, алейкум ассалам, рахматулла. Мен жан ұясы сайтымыз қайта-қайта номерін шығарып жатыр. Рахмет көмекшілеріме. Мен 2 рет операцияға түстім. Өңшің еркектер жасады. Жүрегімде еркек түсірді. Не істесем болады, амалым болмады деп сұрақ жолдапты. Енді оған қайғырмаңыз. Алла шифасын берсін. Болатын нәрсе болды. Ең маңызды сол отадан аман-есен құтылғаныңызға шүкір деп айтыңыз Аллаға. Бұл дарурат деген нәрсе бар. Адам зарур жағдайға түсіп қалған кезде ислам шариғаты рұқсат ететін мәселелер бар. Мүмкін сіз сол отаға түсетін кезде мүмкін әйел кісілер ол салада мүмкін болмаған болуы мүмкін. Әйел кісілер болмаған жағдайда шариғат ер азаматқа рұқсат береді. Және ер азаматтарға да өрде сондай шектеулер бар. Бүткіл денесін ашып тастауға болмайды. Тек қана сол науқас болған, дертке шалдынған ағзасын ғана сол жерге ғана жұмыс жасауға рұқсат етіледі. Кейін аман-есен сол отасы аяқталғаннан кейін оны көңілге алып, әрмен қарай шайтанның уасвасасын түсіп қалуға болмайды. Сол үшін ең маңыздысы аман-есен құтылыпсыз. Енді Алла Тағала сол дертіңізге шифасын берсін. Алейкум ассалам, рахматулла. Одан кейінгі сұрағымыз, Алматыдасыз ба? Жоқ, мен Алматыда емеспін, мен Мәдина қаласындамыз. Алаш Тревел деген біздің қаржылық компаниямызбен қажыларға келген болатынбыз. Мынау желтоқсан айында жалпы елде сол мейрамның уақытын пайдаланып, қаншама кісілердің сол келуіне себепкер болып алып келді. Біз қазір Мәдина қаласындамыз. Ниет етіңіздер, Құдай қаласа сіздерге де осы Алашпен келіп, осы жақта Құдай қаласа қолшы жасауларыңыз нәсіп етсін.
әрбір жақсы нәрсені ниет қылу керек. Кеше ғана осы жерде бір тәтеміз айтып жатыр. Өткенде мен мынау жалпы төртеуі түгел болса деген мына Қуаныш Шонбай бауырымыздың, Мейірбек бауырларымыздың шақыртуымен олармен бір сұхбат болған еді менде. Сол төртеуі түгел болса деген сол бағдарламада мен көрген екен, сол жерде Алаш деп жалпы сол жерде ең бірінші естіген едім. Сол кезде ниет қылған едім дейді. Құдай қаласа, міне осы Алашпен қажылыққа барамын, Құдай қаласа деп, сол сәт келді деп, кеше бір тәтеміз ағынан жарылып осындай сөз айтып жатыр. Бұл деп айттым келгені, демек кез келген бір жақсы нәрсені көрсеңіз, осылай естіп қалсаңыз, ниет қылып қойыңыздар. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, мен де барамын деп. Айтарым, не Алашпен келіңіздер қажылыққа, болмаса, егер уақыты біздің шығатын уақытқа сәйкес келмей қалса, онда кез келген ұстазы бар, яғни ұстаз бар, сондай қажылық компаниямен келулеріңізге кеңес беремін. Өйткені мына жақта ұстаздар барынша руханият, діннің құндылықтарынан дәрістер беріп жатыр. Мына жақта Резебек ұстаз жүр, Ерсін ұстаз келеді арасында. Міне осындай білікті мамандардың сол шығатын жаңағыдай уақыттарын қарап жүрсеңіздер болады. Ол ұстаздар тек қана бірыңғай мына жақта дәріс берумен айналысады. Және жаңа айтқандай жаныңызбен де, тәніңізбен де осындай руханият білімін алып келуге үлкен мүмкіншілік бар. Міне жанұясы көмекшілеріме рахмет, қайта-қайта шығып жатыр. Толық ақпаратты осы номерлер арқылы ала аласыздар. Одан кейінгі сұрағымыз қайтып ақылды жігіт тапсам болады деп бір қара көзіміз жазып жатыр. Енді мынандай нәрсе. Мен әрдайым айтып жүрем дәрісімде, және айтамын. Сол Жан ұясы деген кітабымызда да соны келтіргенбіз. Нағыз бойдақтарға арналған бірінші бөлімде соны барынша ол тақырыпты ашқанмын. Алла бұйыртса сол кітапты алуға тапсырыс беріңіз. Және қосымша қазір ақпарат айта кетейін. Жалпы айтарым, қыз бала екен сұрап тұрған. Сіз тақуа, батыр, намысты сондай жігітке тұрмысқа шығуыңызды Алла нәсіп етсін. Тілеймін соны кәдімгі жүрегіммен. Бірақ айтарым, себебін жасаңыз. Әлидай батыр жігітке шыққыңыз келсе дейді ғалымдар, онда өзіңіз Фатима анамыздай тақуалық жолды ұстаныңыз. Немесе жігіттерге айтарымыз, Фатима анамыздай тақуа қызға үйленгің келсе, онда өзің Әли сахабадай өзің батырлық, тақуалық жолды ұстан дейді. Ол деген сөз бәрі өзімізге байланысты. Тақуа қызға үйленуіміз, немесе қыз балалардың тақуа жігітке тұрмысқа шығуы, ол бәрі өзімізге байланысты. Осылай дәріс барысында руханиятымызды, жанымызды тазалықпен осылай дамитын болсақ, ешқандай күмән болмасын, міндетті түрде Алла субхана ва тағала сіздің тілеуіңізді береді. Оған ешқандай күмән болмасын. Бірақ Алла Тағала сол Бақара сүресінде айтады, сендердің дұғаларыңды мен сөзсіз қабыл етемін, бірақ сендер бірінші менің айтқанымды орындаңдар дейді. Алла не айтты бізге? Алла намаз оқы деді, өтірік сөйлеме деді, өсімқорлықпен, парақорлықпен, жемқорлықпен айналыспа деді, арақ ішпе деді, ата-анаңды ренжітпе деді. Мен Алланың осындай бұйрықтарын орындау арқылы, Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылу арқылы жасайтын болсаңыз, содан соң барып Аллаға, Алла, жаратушы ием, міне сен мені жараттың, мен саған мұқтажбын, менің осындай мұқтаждықтарым бар деп сұрайтын болсаңыз, онда Пайғамбар айтады, Алла Тағала сіздердің жайған алақандарыңызды бос қайтарудан ұялады дейді хадисте. Демек бұл деген сөз, міндетті түрде Алла Тағала ол дұғаңызға жауап береді деген сөз. Одан кейінгі мәселе, истихара оқыған соң сөйлемеу керек па дейді. Истихарадан кейін барынша негізінде ұйықтап қалған абзал, мамандар солай деп айтқан. Бұл сол ұйқыға жатар алдында оқылатын намаз, истихара деген. Алдыңызда бір екі мәселе бар, оның қайсысы сіз үшін хайырлы екенін білмейсіз. Сол себепті Аллаға тапсырасыз. Алла, сол хайырлы болса мені жақындат, егер хайырсыз болса менен алыстат деп дұға қыласыз да, сөйтіп жатып ұйықтап қаласыз. Бұның бас аяғы 7 күнге созылған абзал деген. Сол 7 күннің ішінде не сол мәселеде сіз түс көресіз, немесе
Алла тағала сіздің жүрегіңізді сол мәселеде дұрыс жағына басым қып қояды деген. Не сол нәрсені аласыз, немесе алмайсыз, не үйленесіз, не үйленбейсіз, немесе қыз бала сол жігітке разылығын береді, немесе разылығын бермей осындай шешім қабылдайтын болады. Истихара деген бұл Алла тағалаға таңдауды тапсыруы деген сөз. Соңғы екі сұрағымызды қарайық, құрметті жастар. Сіздерде елде кеш болып қалды, айыпқа бұйырмаңыздар. Мен жаңа уақыт тауып, кеш болса да сіздермен бүгін эфир өтуді жоспарлаған болатынмын. Амин. Алла баршамызға разы болсын. Жасым 15-те, бетімдегі менді алып тастауға бола ма? Оны дәрігерлермен ақылдасыңыз. Жалпы әдет, мынау бет әлпетімізде Алланың жаратқан мына көріністі негізінде өзгертуге болмайды. Бірақ әдетте адамдардың бетінде болмаған сондай бір артық сондай бір көріністер болып жатса, онда ғалымдар айтқан рұқсат етіледі деген. Бірақ дәрігерлермен ақылдасып, мамандардың кеңесін тыңдап, сол кісілердің айтуы бойынша жасалу керек. Алып тастауға болады әрине. Егер жаңағыдай артық сондай бір ағзаңызда әдетте адамдарда болмайтындай көрініс сізде болса. Екінші жағдайда ешқандай болмайды, Алланың жаратқан жаратылысын өзгертуге. Мысалға біреуге мұрны ұнамаса, сол мұрнымды пластикалық операция арқылы өзгерткім келеді десе, шариғат рұқсат бермейді. Неге? Өйткені Құдай сізді солай жаратты. Сол мұрныңыз өте әдемі, сіздің көзіңіз керемет әдемі. Соған разы болыңыз. Өйткені Алла тағала сізді солай жаратты. Алланың жаратқан жаратылысына пенде разы болу керек. Біздің бет әлпетіміз, киген киіміміз негіз бізге көріп бермейді. Ең негізі көріп беретін біздің ол мінезіміз. Біздің мінезіміз арқылы сіз қоғамдағы ең көрікті адамға айналасыз. Сол мінезіңізді тәрбиелейтін ол Алла тағаланың заңдылық шариғаты. Сол Алланың шариғаттарымен өмір қағидасын ұстанған кезде сіздің мінезіңіз өзгереді. Міндетті түрде жақсы жағына иншалла. Содан соң сол мінезіңізбен сіз қоғамда ең көрікті адамға айналатын боласыз. Біздер сырт әлпетімізге емес, барынша жан дүниеміздің көрікті болуына мән беруіміз керек. Сонда иншалла сіз қоғамда өте бақытты адам боласыз. Соңғы сұрағымыз, ұста адамзаттың асылда пайғамбар алейхиссаламды түсінде көрсек, біреуге айтсақ, рия болып кетеді ма? Жоқ, рия болып кетпейді. Жалпы сізге сүйінші хабар, егер Расулаллахтың түсіңізді көрген болсаңыз, бұл өте үлкен бақытты сәт деп біліңіз. Ғалымдар айтады, кім Расулаллахтың түсінде көрсе, ақиқатында ол пайғамбарды көрді дейді. Өйткені Расулаллах айтқан, шайтан адамның түсіне пайғамбардың кейпінде кіре алмайды деген. Түсіңізде пайғамбарды көрдіңіз бе, біліңіз, ақиқатта сіз пайғамбарды көрдіңіз. Және ғалымдар айтқан, кім түсінде пайғамбар алейхиссаламды көрсе, ондай адамның мынау соңғы, яғни өмірінің соңғы сәттері өте жақсы, керемет, Алланың жақсы көретін сондай өліммен қауышады деп айтқан. Сондай өлімді соңғы сәтіміздің хайырлы болуын Алла баршамызға нәсіп етсін. Енді сол пайғамбар алейхиссаламды түсіңізде көргеніңізді, ғибрат ретінде өзіңіздің жанында жақсы көретін адамдармен бөлісу ешқандай оқасы жоқ. Оны рия деп қабылдамаңыз. Бәлкім сол өте қуанышты сәт ол иншалла. Бірақ жалпылама елдің бәрінде айтып қажет емес. Ең сенімді, өзіңіз сыйлайтын адамдармен бөліссеңіз болады. Құрметті жастар, міне бүгін осындай эфир болды бізде. Алла берекет берсін. Баршаңызға рахмет. Сол түннің бір уақыты болып қалса да уақыттарыңызды бөліп эфирге қатыстыңыздар. Алла тағала естіген білгеніміз амал етуімізді нәсіп етсін. Бүгінгі тақырыбымыз сол қиыншылық жайында болды. Алла сол қиыншылықта жүрген адамдарға жеңілдік берсін, сабырлық берсін. Аман есен қиыншылықтан шығып кететін жолдарды Алла нәсіп етсін. Және сол қиыншылықтан ғибрат алуды нәсіп етсін. Болашақта сол қиыншылыққа алып баратын жолға түсіп кетпеуін нәсіп етсін. Міне осындай қиыншылықтан ғибрат алсаңыз, Алла тағала келесі қадамдарыңызға берекет беретін болады. Субханака астағфирука атубу илейк.